Кайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен Корей халқының сүйіп жейтін тағамы пегоди тағамын жасайтын боламыз біргелікте. Ең алдымен керекті ингредиенттердің барлығын дайындап аламыз. Бізге керекті капуста, пияз және етті майдалап турап алдым. Немесе фарш қосуға да болады. Капустамызды да жақсылап майдалап турап, мен тура осылай майда бөлшектерге бөліп турап аламыз. Және пиязымызды. Пияз неғұрлым көп болғанмен сочный әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер менің рецептім бойынша. Пиязымызды да тура капуста сияқты майдалап ортасынан бөлшектеп турап шығатын боламыз. Егер де сіздер тура осылай қолдан етті турап жасайтын болсаңыздар, құйрық майларыңыз болса, құйрық майды да қосуға болады. Міндетті түрде өте дәмді, майлы болып шығатын болады біздің пегодиіміз. Міне пиязымызды тура осылай етіп турап алдық, барлық нәрсемізді дайындап алдық. Мен қамырымды ашып дайындап қойған болатындығымын. Менде қамырым дайын, ашып дайын тұрған екен. Бір қайтарып қойдым. Өте жұмсақ, әдемі болып ашыпты. Менде қамырымды жай ғана жылы су, дрожж және тұз қосып ашытқан болатынмын. Демде ашып қалыпты. Және қызып тұрған қазанымызға бірінші пиязымызды қуырып аламыз жақсылап, кішкене өліңкірегенше. Артынша жақсылап қуырып алған соң капустамызды саламыз. Капустамызды кішкене өлу керек, өйткені қамырымызды жыртып жіберуі мүмкін. Осылайша біріңкетін барлығын қатарынан салып шығамыз. Капустамызды да кішкене өліңкірегенше қуырған соң, бізде етімізді саламыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Және бізге қоспаларын қосып аламыз. Бізге керекті тұз қосамыз және қара бұрышымызды өзінің мөлшерінде қосып алатын боламыз. Қара бұрышымызды да өз мөлшерінде қосамыз. Қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Өздеріңіздің еркілеріңізде. Және жақсылап араластырамыз. 10-15 минут осылай қуырылған кейін газымызды өшіреміз, жауып қоямыз. Және бізде ашып тұрған қамырымызды барлық размерін бірдей етіп бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Менің қамырым өте күшті болып көтеріліпті. Жұмсақ, әдемі болып. Міне барлығын біркелкі етіп бөліп шықтық. Бізде жаңағы дайындалған начинкамыз барлығы дайын. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді осылай қолымызбен жайып шығамыз, немесе оқтаудың көмегімен жаюға да болады. Маған ыңғайлы қолмен осылай жайып, әдемілеп түйіп шығамыз. Түйуде өздеріңіз еркілеріңізде қалай түйсеңіздер де, бірақ міндетті түрде жақсылап бүгу қажет, өйткені арасы ашылып кетуі мүмкін. Міне барлығын осылай біркелкі етіп түйіп шығатын боламыз. Тапамызға біркелкі етіп астына май жағып, осылай қойып шығамыз және 30-40 минутқа пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде салқын суға қоямыз. Міне менде піскен дайын пегоди өте күшті, әдемі іскен, жұмсақ. Осылай сәбіз салатпен немесе кетчуп майонез қосып жеулеріңізге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің рецептім ұнаса, міндетті түрде жасап, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қолдауларыңызды күтемін.